Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ракушка деп аталатын, ауызда еритін өте дәмді бір ерекше бір печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Bir жасап көрсеңіз, қайталап жасайтын печеньелердің бірі. Сондықтан видеоны өткізбей, міндетті түрде қарап көріңіздер. Бізге керекті заттар: сары май, қаймақ, жұмыртқаның 2 сарысы, ұн және де разрыхитель. Ұнымызды ыдысымызға саламыз, оның үстіне сары майды салып, екеуін бірге крошка жасап алатын боламыз. Егер сары майларыңыз тоңазытқыштан шыққан салқын болатын болса, онда теркадан өткізіп қоссаңыздар болады. Одан кейін қаймағымыздың үстіне жұмыртқаның 2 сарысын және де 1 шай қасық разрыхительді қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Барлық заттар бөлме температурасында болғаны жақсы. Одан кейін осы массаны біз жаңағы ұнымыздың үстіне құйып жақсылап жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Достар, егер де парақшам пайдалы болған болатын болса, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Міне, қамырымыз осындай жұмсақ болып үйленуі керек. Енді осы қамырымызды қалыпқа келтіріп, біз кішірек бір 18 бөлікке бөліп алдым. Мен видеода көрсетілгендей етіп, осылай қалыпқа келтіріп аламыз. Ұзынша етіп жасап алып, пышақтың көмегімен бөліп, кішірек 18 бөлікке немесе 20 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Әр қайсысын осылай домалатып, дайындап алатын боламыз. Дайын болған қамырларымызды біз 15-20 минут аралығында холодильникке салып қоямыз. Осы аралықта біз жаңағы ортасына салатын салмамызды дайындап алатын боламыз. Жұмыртқаның 2 ағына қантты біртіндеп қоса отырып, біз салмасын дайындаймыз. Жұмыртқаның ағы тұрған ыдысымыз ешқандай су, май тиіп кетпесе, жұмыртқамыздың ағы жақсылап өзінің формасын ұстап тұратындай болып көтерілетін болады. Міне, видеодағындай өзінің формасын жақсы ұстап тұралу керек қой. Осылай дайын болды. Енді қамырымызды алып, домалақ етіп, қатты жұқа етпей және де қалың да етпей, орташа етіп жайып дайындап аламыз. Және жаңағы салмамызды саламыз. Bir жарты ас қасықтай салып, және де жаңғағымызды салып, видеодағындай ракушка тәрізді түйіп алатын боламыз. Ашылып кетпеу үшін шанышқының көмегімен осылай басып шықсаңыздар да болады. Және тағы да бір айта кететін жайт, бұл пісу барысында үлкен болып ісінеді, одан қорықпай қойсаңыздар болады. Суығаннан кейін өзінің қалпына қайтадан келетін болады. 160 градус қызып тұрған пеште біз 30 минут арасында, 20 мен 30 минут арасында пісіріп алатын боламыз. Дайын болған ракушкамыз печеньенің үстіне сгущенканы жағып және де дәндерді сеуіп шықсаңыздар өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өзіңізге де отбасыңызға да өте ұнайтын печеньенің бірі.